Бүгін өңіріміздің таулы аймағында жаңбырдың тоқтаусыз жабуының әсерінен Кентау қаласының бірнеше көшелерін су алды. Шаһардың Балабүргем аумағынан қырдың суы елді мекеннің ішіне кірген. Сонымен қатар орталық базарда да толығымен су шайып өткен. Тілсіз жаудың тұрғындарды әбігерге салып жатқаны да жалған емес. Mana көшеден су ақар жоқ. Mana жауының кесірден үйім үстіне су алып кетті. Әулі тола су, үйінің ішіне дейін су кіріп кеткен. Көршінің сулары кіріп, мына сарайымызда құлап қалайын деп тұр. Міне, талассыз жауған жауынның қала тұрғындарын осындай күйге түсіруде. Бірі базардағы жиған түйгенін жауыннан қорғап әлек болса, енді бірі бала шағасын үйінен шығара алмай әлек. Кішкентай немере бар, шыға алмай отырмыз үйден. Документтердің бәрін жинап. МЧС келмеді ма, МЧС? 100 мандат қой, 104-ке келмейді ғой, жоқ қой. Бір бәле деп жауап беріп жатыр ғой. Бір сағатқа жуық жауған жауынның қала ішіндегі тұрғын үйлерге, сауда орталықтарына және жер үйлерге айтарлықтай зияны тиді. Ал тілсіз жауды ауыздықтауға жұмылдырылған әкімдік мекемелеріне қала тұрғындарының көңілі толмайтынын да аңғардық. Мынаның бәрі, мына қарашы, ұят емес па бұл айында? Мына қазір подвалдың асты су басып кеткен. Үйде кішкентай шақалағымыз бар. Өзім группада инвалид адаммын мен өзім. Мына мың марта айтып тазала деп тазаламайды. Мына жақты да сыпырмайды. Келеді әнерге атып тастап кетеді. Мусор тұрады су бойынша. Қанша жалығып бардық біз әкімге. Кіргізбейді бізді. Соны қала әкімдігі Жылудан да күйдік. 3 жылдан бері жыламайды үйімізде. қала әкімдігі сіздерді қабылдамайды ма сонда? Қабылдатқызбайды, кіргізбейді. Әкім өзі білмейді, бірақ ол байқұсшы. Біз барамыз, бер жақта адамдар кіргізбейді бізді. Міне, қала тұрғындарының базынасы осы, ал әкімдік қызметкерлері болса өз жұмысын жасап жатқанын жеткізуде. Бүгінгі таңда толассыз жауған жаңбырдың салдарынан қырдың суларының бәрі қазіргі локқа толып, мына локтың кішкене аузы бітелген. Соған сәйкес сулар мынау көшенің бойымен ақты. Қазір таңда локтың аузын, жаңағы мосттың астында трубалардың бәрін тазалап, қазір судың бәрі локпен ағып жатыр. Қазір көшедегі сулардың бәрі тоқтады, жағдай қалыпты. Табиғаттың тылсым жауған жауыны тек тұрғындарды ғана емес, қала әкімдігінде әбігерге салғаны байқалып тұр. Десек те, бізде төтенше жағдайлар қызметі не жұмыс жасап жатқаны да түсініксіз күйде қалатындай. Жауған жауынның алдын алып, су бағыттарын тазартып қоймағаны, су алған үй иелерінің салым суға жібергені анық ақ. Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпаратпен жедел жаңалық.